Алматы менің сүйікті қалам. Мың жасаған әсем қаламыздың көрікті жерлерімен таныстыруды әрмен қарай жалғастырамыз. Біз бүгін ғасырдан астам тарихы бар Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында қонақтамыз. Бірге болыңыздар. 1910 жылғы 31 желтоқсанда Верный қалалық думасының шешімімен кітапхана оқу залының ашылуы кітапхананың негізі қаланған күн болып есептеледі. 1931 жылы 12 наурызда Қазақ СССР-ның мемлекеттік көпшілік кітапханасы болып қайта құрылды. Бұл күнде 25 бөлім оқырмандар сұранысын толықтай қамтып отыр. Ендеше кітап сүйер қауымға қызмет көрсететін бірнеше бөлімнің қызметімен таныс болалық. Ұлттық кітапханаға сапарымыздың басын жаңа технологиялар қызметімен танысудан бастаймыз. Ол қандай қызмет екен? Бірге бақылайық. Мінекей, дәл қазір мұнда жұмыс үдерісі жүріп жатыр екен. Осы жұмыспен бірге танысайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ұлттық кітапхананың бейнелеу студиясына қош келдіңіздер. Алдарыңызда тұрған бейнелеу студиясы. Бұнда көптеген қолжазба, жаңағы алғашқы мерзімді басылымдар цифрлық түрге көшіріледі. Алдыңызда тұрған «Социалист Қазақстан» газеті бұл сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалар қорынан алынды. Бұл газет 1943 жылы шыққан. Маман таныстырып өткендей, бұл жерде сирек кездесетін қолжазбаларды электронды жүйеге көшіреді. Ұлттық кітапханаға келуші оқырмандардың жыл сайынғы саны 1 миллионнан астам, кітап берілімі 2 миллион данаға жуық. Оларға 1,5 мың орындық арнайы 14 оқу залы қызмет көрсетеді. Ең құнды кітаптарды сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалар қызметінің қызметкерлері көпшілікке таныстырады. Қазақстан Республикасының сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалар бөлімі, бұл бөлімнің қорым сонау 1938 жылдан бастап құрылған, жинақтала бастаған. Жалпы одан да бұрын мемлекеттік кітапхана болғанда Ораз Жандосов мемлекеттік қайраткер, қоғам қайраткері, сол кісі біздің алғашқы директорымыз болған кезде осы ұлттық дүниелерді жинау сол кезден басталған екен. Сол жылдары 20-30 жылдары көптеген құнды дүниелерді өртеп, құртып жатқан кездерде белгілі бір азаматтар, білімді адамдар, осының қадірін білетін сол кездегі оқымыстылар бұларды әкеліп кітапханаға өткізген екен. Бұл қорда 12 ғасырдан бастап жаңа заманның ең құнды кітаптары мен қолжазбалары сақтаулы. Шығыс ғұламалары мен яссауи кітаптарының сол ғасырдағы түпнұсқаларын қолға ұстап көрдік. Байқағанымыз сапа жағынан жоғары деңгейде. Арадан сан ғасыр өтсе де қаріптері өз түсін жоғалтпаған. Ұлттық кітапханаға барлығы электронды жүйеге көшірілген. Қажетті кітаптарды компьютерлік бағдарлама арқылы тапсырыс беріп алдыруға болады. Оқырмандар арнайы тапсырыстан бөлек ашық қордағы кітаптарды өз қалауларынша алып оқуларына болады. Мұнда жиі бас сұғатын қала тұрғындарымен қатар студент жастар, оқырмандар үшін Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында барша жағдай жасалған. Күнделікті шығатын басылымдар күн сайын кітапханаға келіп тұрады. Мерзімді басылымдар залына 500-ге тарта атаулы газет журналдар келіп түседі. Олардың ішінде күнделік, апталық, айлық мерзімді басылымдар. Мәселен, Егемен Қазақстанның күнделікті санын осы залдан келіп оқуларыңызға әбден болады. Қазақстан кітаптары, әлем әдебиеті қызметі, мерзімді басылымдар, анықтамалық ақпараттық қызмет көрсету, мультимедиа бөлімі, мұнай және газ бойынша ақпараттық ресурстар залы, электрондық басылымдар, кітапхана тану, сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалар қызметі, диссертациялар бөлімі мен көрмелер және мәдени бағдарламалар қызметі оқырмандар сұранысын қамтамасыз етеді. Хакім Абай артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деген. Кітап оқуды, кітапханаға баруды әдетке айналдырайық. Біз қазір Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының кітап қорын сақтау бөліміне келіп табан тіредік. Мұнда әлемнің 20-дан астам тілінде жазылған 7 миллионға жуық кітаптар сақталады. Бөлім қызметкерлері тапсырыс берушілердің кітаптарын осындай технологиялар арқылы өздеріне жолдайтын көрінеді. Сіздердің тапсырыс берген кітаптарыңыз дайын болды, қабылдап алсаңыздар болады. Арман Құдайберген, Елдар Мұқаш, Күліп Оян, Алматы.